Қазақстанда жастар мен жасөспірімдерге көмектесу мақсатында арнайы қызмет топтары құрылған. Ол жастар денсаулық орталығы. Басты міндеттері жастардың репродуктивті психологиялық денсаулығын сақтау мәселелерін шешу. Салауатты өмір салтын ұстану дағдыларын қалыптастыру және жасөспірімдер мен жастарға әлеуметтік құқықтық қолдау көрсету. Заманауи технологиялар мен өркениеттің дамыған тұсында шынайы өмірдің виртуалды әлемге айналуы себебінен бүгінгі таңда жастар мен жасөспірімдердің денсаулығы медициналық әлеуметтік маңызға ие болып отыр. Технологиялық даму өмірімізге қолайлы болғанымен қиындығын да туғызып отыр. Ғаламтор, компьютер, әлеуметтік желілер жастардың спорттық секцияларын, кітапханаларын таза ауада серуендеуін алмастырды. Компьютер алдында сағаттап отыру немесе құлаққап киіп алып ұялы телефонды ұзақ уақыт пайдалану физикалық тұрғыдан қаншалықты зиян болса, психикалық тұрғыдан да соншалықты зиян. Қазіргі таңда ғаламтордан жағымды да жағымсыз жаңалықтарды оқуға болады. Жасөспірімдер өмірдегі түрлі қиындықтарға жалғыз өздері төтеп бере алмайды. Ондай жағдайда ата-аналарынан немесе жақындарынан жәрдем сұрауға батылдары бармауы мүмкін. Қазақстанда жастар мен жасөспірімдерге көмек көрсету мақсатында арнайы қызмет топтары құрылған. Ол жастар денсаулық орталықтары. Армысыздар, біз бүгінгі хабарымызда осы мәселе жөнінде әңгімелейтін боламыз. Алғаш рет жастар денсаулық орталықтары Біріккен ұлттар ұйымының балалар қорының қолдауымен 2006 жылы республика өңірлерінде Астана мен Алматы қалаларында ашылды. Саламатты Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы қабылданған соң, жастар денсаулық орталықтарының ары қарай кеңейтілуі мен дамуына Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі үлкен үлес қосып келеді. Жастар денсаулық орталықтарының басты міндеттері жастардың репродуктивті психологиялық денсаулығын сақтау мәселелерін шешу, салауатты өмір салтын ұстану дағдыларын қалыптастыру және жасөспірімдер мен жастарға әлеуметтік құқықтық қолдау көрсету болып табылады. Бұл қызметтер алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету мекемелерінде, салауатты өмір салтын қалыптастыру орталықтарында, жоғарғы оқу орындарында ұйымдастырылған. Мемлекеттің қолдауының арқасында бүгінгі таңда еліміздің түкпір-түкпірінде еріктілік, сенімділік, қолжетімділік және ізгілік қағидасын ұстанып 85 орталық жұмыс істейді. Олар 15-18 жас аралығындағы жасөспірімдер мен 18-29 жастағы тұлғаларға медициналық, психологиялық, әлеуметтік көмекті құпия түрде тегін көрсетеді. Жастар денсаулық орталықтарында гинеколог, дерматовенеролог, уролог, психолог, заңгер, әлеуметтік қызметкерлер жұмыс істейді. Сонымен қатар сенім телефондары, жаттығу залы, компьютерлік орталық, жаттығу және тренинг залы да бар. Орталықтарда жастар және жасөспірімдермен жұмыс істей алатын арнайы әлеуметтік дайындықтан өткен кәсіби біліктілігі жоғары мамандар қызмет атқарады. Орталықтарда адамның денсаулығына қатысты жекелеген медициналық мәселелерді шешпейді. Ең алдымен оның жас ерекшелігі ескеріле отырып, кәсіби медициналық кеңес беріліп, психологиялық, әлеуметтік және рухани қолдау көрсетіледі. Жастар денсаулық орталықтарына әдетте жай емханаға баруды қажет етпейтін, есею шағына тән қиындыққа тап болған жасөспірім келеді. Жыныстық мінез-құлықтың өзгеруі келесі қиындықтар тудырады. Мезгілсіз жүктілік, жыныстық қатынас арқылы берілетін инфекциялар, психологиялық күйзеліс. Жыныстық қатынасқа ерте жастан бару, жыныстық қорғану тәсілдері туралы хабардар болмау, жасанды түсік тастауға, биологиялық, психологиялық және әлеуметтік кемелденбеген шақта жүкті болып қалу мен босануға алып келеді. Жастар денсаулық орталықтарының міндеттері жастар мен жасөспірімдерді медициналық, психологиялық, әлеуметтік көмекпен қамтамасыз ету, денсаулықты сақтау мен нығайту дағдыларын қалыптастыру.
Бұл дегеніміз жасөспірім кезіндегі жыныстық қатынас туралы кеңес беру, мінез құлықты өзгерту үлгісі бойынша медициналық психологиялық түзету жұмыстарын жүргізу. Тең-теңімен қағидасы бойынша жасөспірімдер мен жастарға арналған жеке және топтық тренингтер өткізу, ұжымдық қызмет. Айтылған қызмет түрлерінің барлығы дерлік жастар мен жасөспірімдерге қоғамда өздерін еркін ұстап, еркін араласуға, жұмыста жетістікке жетуге, бақытты отбасын құруға, тұлға ретінде өсуге, денсаулығын сақтауға мүмкіндік береді. Жастар денсаулық орталықтарының қызметіне жастар мен жасөспірімдердің бос уақытын ұйымдастыру кіреді. Жігіттер мен қыздар жұмыспен сабақтан бос уақыттарында спорт, жаттығу залында, ғаламтор клубында уақытын тегін, пайдалы әрі ұнамды өткізу мүмкіндігі бар. Бұл жерде олардың өз қалаулары және таңдаулары бойынша компьютерлік сыныптарға кіріп, арт-клубтарға, үйірмелерге қатысуға болады. Еңбекке баулу ұйымы жастарға өздерін жаңа қырынан ашуға, тануға, бұрын соңды байқамаған қабілеттерін дамытуға, сонымен қатар болашақ мамандығын таңдау жасауға көмектеседі. Жастар мен жасөспірімдерді салауатты өмір салтын қалыптастыру бойынша бірлескен жұмыс жүргізу, репродуктивті денсаулық мәселелері жөнінде ақпараттылықты арттыру үшін орталық мамандары жастардың арасынан еріктілерді дайындап, тең-теңімен қағидасы бойынша тренинг өткізеді. Кейбір жасөспірімдер өздерінің ішкі ойын ересек адаммен бөліскеннен гөрі замандасын айтып, сыр бөліскенді қалайды. Жастарға ересек адамдардың көмегінсіз өз бетімен сауапты іс жасауға мүмкіндік беріледі. Оған қоса әлеуметтік акцияларға қатысу арқылы еріктілер өздерін көрсете алады және құрдастарымен бөліседі. Бұл жасөспірімдер мен жастарға арналған ақпараттық және әдістемелік дайындық. Біз айтып отырған жұмыстың тең жартысы жастар денсаулық орталықтарынан тыс жерде, мектептер мен жоғарғы оқу орындарында дебаттар, пікірсайыстар, флешмоб ұйымдастыру арқылы өткізіледі. Жасөспірімдердің мінез құлқының өзгеруінің ең көп таралған себептеріне жақындарының көңіл бөлмеуі, ата-аналарының қаржылық қиындықтары, достармен келіспеушілік, олардың күндеуі, жауапсыз махаббат және мезгілсіз жүктілік жатады. Жастар денсаулық орталықтарының қызметі репродуктивтік денсаулық, қаламаған жүктілік, жыныстық жолмен жұғатын инфекциялар, ішімдікті, есірткіні тұтынып көру. Адамның иммундық тапшылығы вирусы инфекциясын жұқтыру мәселелеріне қатысты қиын жағдайға тап болған жасөспірімдерді әлеуметтік қорғауға бағытталған. Осы орталықтарға барған барлық жігіттер мен қыздар шешілмейтін қиындықтың жоқ екенін біледі. Себебі кез келген қиындықтан шығатын жол бар. Республика бойынша 150 ұлттық бірыңғай сенім телефоны жұмыс істейді. Сәлематсыз ба, сенім телефоны. Қандай мәселемен хабарласқан едіңіз? Сәлематсыз ба, мен ерте жүктілік жөнінде хабарласқан едім. 3 жылдың ішінде ұлттық сенім телефон желісіне 17 мыңнан астам қоңырау түскен. Оның ішінде 82% психологиялық, әлеуметтік және құқықтық мәселелері бойынша түскен. Республикамыздың кез келген өңірінен сенім телефонына тегін және құпия түрде хабарласуға болады. Шұғыл желіде қиын жағдайда қалған жастар мен жасөспірімдерге тәулік бойы психолог пен акушер-гинекологтар тегін кеңес береді. Салауатты өмір салтын қалыптастыру, адамгершілік жыныстық тәрбие, алкогольдік ішімдік пен нашақорлықтың алдын алу, жастар мен жасөспірімдердің қауіпсіз мінез құлқы қазақстандықтардың саулығы мен рухани өсуін дамытатын тура жол. Жастар денсаулық орталықтары осы мақсатқа жетудің негізгі құралдарының бірі. Осымен біз бағдарламамызды тамамдаймыз. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.